Атырау облысы Құрманғазы ауданы Дина Нұрпейісова атындағы өнер мектебінде баян сыныбының ұстазы Сұлтанмұратов Берік Талапқалиұлы. Еңбек өтілім 27 жыл. Санатым зерттеуші. Бүгінгі сабағымның тақырыбы баян аспабын меңгертудің алғашқы қадамдары. Шәкірттерімізді мектеп қабырғасына қабылданғаннан кейін баян аспабының құрылысын нақты таныстыру. Оң жақ бөлігім, екінші сол жақ бөлігім, үшінші көрікті, төртінші мойын, бесінші оң қол клавиатурасы, алтыншы сол қол клавиатурасы. Және қабылданған балалардың бой ерекшеліктеріне қарай орындық таңдау. Және алғашқы қадамнан басталатын бұл отырыс, яғни айнаға қарап дыбыссыз режимде метпен жұмыс жасайды. Бұл үрдіс жарты жылдан бір жылға дейін жалғасады. Және оған қоса оң қолдың, сол қолдың дұрыс қойылуын нақтылаймыз. Бұл ережеге сәйкес жұмыс атқарылады. Сольфеджио пәнінен бессізқа орналасқан ноталарды жаттау арқылы, оның саналуын ажырату арқылы, және оң қол, сол қолдағы түймелерді басқыштарды оқушы жаттайды. Және тиімді жолы до мажор гаммасын бессізқа орналасқан әндетіп айту арқылы, баянның сүйемелдеуі мен түймедегі баянға қарау арқылы оқушылар тез жаттайды. Және осы процесс ұзақ мерзімде өткеннен кейін, бала нотамен сауаттанғаннан кейін, отырысы қалыптасқаннан кейін, өнерге деген қызығушылығы, құштарлығы артады. Біздер өнер мектебі болғандықтан мәдени шараларға жиі қатысамыз. Ұстаздың еңбегі шәкіртімен бағаланады. Мәдениет үйіндегі концерттен көрініс. Және мынау ұстаздық еткен жалпы бас үйретудің балаға дейді, осы шәкірттеріміз істеген еңбек жылынан бері қарай көптеген еңбегіме сәйкес өзінің өнер жолын бұлған ұстаз болып бірге қызмет атқарып жүрген шәкірттерімде баршылық, және осы облыстық республикалық деңгейде топ жарып бірінші, екінші орынды иеленіп жүрген шәкірттерімнің дипломдары, грамоталары. Ал енді 2025-те өткен, яғни облыстық жас музыканттар байқауынан бірінші орын, республикалық жас музыканттар байқауынан бірінші орын, өңірлік дельфий байқауынан алтын медал, халықаралық дельфий байқауында қола медалының иегері кіші топтан қатысқан Серік Жанарыс Бақытжанұлы. Және күй сандыққа сүйемелдейтін Гаухар Сәтімқызы. Кәняй концерт.